Ассалаумағалейкум достар, менің кезекті жаңа видеоблогыма қош келдіңіздер. Бүгін біз қазақтың ұлттық спорттарының бірі ләңгі жайлы айтатын боламыз. Рухани жаңғыру. Бір кездері ауыл баласының сүйіп ойнайтын ойындарының бірі алсық болса, екіншісі осы ләңгі болатын. Ләңгі қайдан пайда болды және оның жасау технологиясы қалай деген сұрақ қазіргі жастарды мазалауы мүмкін. Айтасың, братан. Олай болса достар, бүгін біз осы ләңгі жайлы сөз қозғап, жақсы мағлұматтар беретін боламыз. Олай болса, ең алдымен біздің арнамызға тіркеліп, лайк басып, достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Ләңгі қайдан шықты деген сұраққа келейік. Білгіш Википедия ләңгінің Орта Азия елдері балаларының арасында кеңінен таралған ойын екенін айтады және ойынның Қазақстандағы ойналу тәртібі, ережелері жайында жазады. Ғаламтор кеңістігін шарлағанымызда ләңгі ойын туралы аздаған деректерге жолықтық. Бұл ойын ежелгі Орта Азия жеріндегі көшпенді тайпалар арасында пайда болыпты. Ат құлағында ойнаған дала бақыдүрлері үшін аяқпен қолдан астан қару жоқ. Тақым мен тізе мықтылығын шынықтыруға арналған арнайы жаттығу ретінде пайда болған ләңгі кейін балалар ойынына айналған. Балалық шақтары өткен ғасырдың 70-80 жылдарында өткен аға буын өкілдерінен бұл ойын жайында сұрай қалсаңыз, аузынан суы құрып айтып беруге дайын. Бертін 90 жылдардың аяғына дейін ауылдық жерлерде ойналып, кейін халық қалаға қарай үдере көшкен кезде ләңгі ойынның да дәурені тарқай бастапты. Себебі ләңгі ойыны асфальтта емес топырақта өскен ойын балаларына арналған болатын. Қазір ләңгі ойнамақ түгілі шыбықты ат қылып мінбейтін қала баласын тек Counter-Strike қана қызықтырады. Ал достар, біз ләңгі жасау технологиясын ең алдымен бастаймыз. Бізге керекті заттармен таныс болыңыздар. Бізге ең алдымен осы ләңгінің басты заттарының бірі. Көп жерде енді тулақ деп айтады. Ешкінің қойдың терісін кептіріп, оны жуып, тазалап, дұрыс сеуіп, табалдырыққа, кіреберіске, енді қазақы үйлерде әлі де бұл үрдісті қолданады. Бірақ қазір бар ма жоқ па білмеймін, өйткені өзім осы ауылда тұрсам да біраз жерден іздеп әрең тапқан жайым бар. Тулақ дейді, неғұрлым ешкінің терісі болса жақсы жасалады ләңгіде, ал менің қолымда табылғаны ол әрине қойдың терісі. Міне бізде терісі өте жұмсақ болуы керек, өйткені қазір мынандай шеңбердей қылып кесіп аламыз. Осы кесілгеннен кейін біз бұны ләңгіге қолданатын боламыз. Кәнекей бұны жуып қойдым, қазір бірнеше минуттардан кебетін болады. Енді бізге басты заттарының бірі мынау. Кезінде енді аккумуляторден алатын түгін. Қазір бізде енді аккумулятор бұзатын жастар азайып кетті деймін. Сондықтан мен енді аңшылыққа қолданатын осы үлкен оқты, қорғазынды және қорғазын бір гайкін алдым. Қазір ерткеннен кейін бұл қорғазын болады. Енді бұл қорғазынды ыдысқа ертеміз. Енді үй жағдайында осындай басын иеміз. Ішіне қорғазын ергеннен кейін мына жағынан қысып аламыз. Бүйтіп мына қалипімізге құятын боламыз. Қазір мына екі пластилиннен жасалды. Кезінде балшықтан дөңгелек етіп, осы екі талшықты қадап қоятын. Қорғазын құйылғаннан кейін екі талшықты алып тастаймыз. Қорғазын саламыз, екі шетінен сыммен тартып, теріге, яғни жүнімізге байлайтын боламыз. Енді достар, басы артық зат керек емес. Үй жағдайында осылай жасауға болады. Бастысы денсаулықтарыңызға зиян келмесе болды. Енді әр жерде әртүрлі атайды қойдың несін, жүнін, әр аймақта, сондықтан төменгі комментарийге жаза кетіңіздер, бұндай терілердің қанша түрі бар, сол жайлы ақпаратты бөлісіп отырыңыздар. Біз сіздердің пікірлеріңізді міндетті түрде оқитын боламыз. Ал кеттік, жасаймыз. Мінекей, құрметті достар, өпірімдеп жүріп өзіміздің ләңгімізді жасап шығардық. Мінекей, енді бұл ләңгіні қазір тебетін боламыз. Құрметті достар, енді сөз соңында айтарым, біздің ләңгі ұлттық спорттың қатарына енгізсе, нұр үстіне нұр болар еді. Онсыз да қазақтың
айтысына ұйғырлар қымызына немістер қызығып жүргенде біз өз ұлттық спортымызды оқытуымыз керек. Олай болса достар, қуақтан тепкенше ләңгі теуіп жүрек. Кез қайда асығатып ләңгі ойнаған, доп теуіп кезектері бар байдаған. Апырай түсінбеймін осы неге, мәңгілік бала болып қалмайды адам. Есейген қандай жаман, парталас құрбы қайда сыныптағы, дос қайда шұрық тесік шұллықтары. Солармен асыр салып ойнар едім, алдымнан бір шықса ғой күліп тағы, кетті ғой құрып бәрі. Ал қазір сол қызықтың қайда бәрі, ішім дүртеп барады қайғалауы. Сағынады адамдар өткен шағын, қазіргі түрін көрсе айнадағы, қазіргі түрін көрсе айнадағы. Кешемен ғашық болған сұлу қайда, жүрегім олжымайса жылынбай ма? Олар маған қайтып жолықпай ма? Басқалар оған енді қырындай ма? Ол кездері бұрылмай ма? Бір нанды көршім қайда бөліп жеген, шырқайтын дастарханда көңілді өлең. Есігін қақпай кіріп тар үйімнің, отыратын едім ғой төрінде мен. Өтті ғой өмір деген. Ал қазір сол қызықтың қайда бәрі, ішін дүртеп барады қайғалауы. Сағынады адамдар